Момыш ханның трагедиялы өлімі келесі ханға сабақ болмады. Қырым ханның қысымымен шығысқа қарай жөңкіле көшкен ноғайлар жайыққа дейінгі жерді басып алады. Дәл осы сәттен бастап қазақ хандығы алғашқы хандардан бері тіртінектеп жинаған өзіне тиесілі территориясының 30%-ға жуығын жоғалтып үлгерді. Момыш ханның өлімінен соң есеңгіреген орда енді тақ иесі кім болады деп дағдарды. Осы тұста елеусіз бір сұлтанның бағы ойламаған жерден жанғанын ешкімде аңғармай қалған еді. Бұл әз-жәнібектің немересі Әдіктің ең үлкен ұлы Тахир болатын. Тахирдің саяси карьерасы өз уақыты үшін таңғаларлық жаңалық. Себебі осыдан 2 жыл бұрын ғана көз жұмған атақты Қасым ханның тұсында оның айтарлықтай қолбасшылық дарыны немесе құрылтайда сөзге шеберлігі болмады. Билік баспалдағына дейін оның бар атқарған қызметі қазақ әскерінің бір бөлігін басқарып жорыққа қатысу болды. Момыштың ноғайлармен соғыстағы өлімінен кейін сарай төңірегінде хан тағына Жәнібектің үлкен ұлдарынан хан сайлау туралы сыбыс тарай бастады. Бұл жерде әңгіме Қасым ханның ағасы марқұм Әдік сұлтанның 5 ұлы туралы болып отыр. 1511 жылы бұрындық хандық билікті тапсырып отставкаға кеткенде Қасым туған ағасы Әдіктің хан ретінде сыйлады. Барлық уақытта ағасының шешімімен санасып отырды. Міне сол Әдік сұлтанның шапағатына бөленген сұлтандардың бір бөлігі таққа оның үлкен ұлы Тахирдің кандидатурасын ұсынды. Жиын көпке созылып, ұзақ таластан соң Тахир саяси қарсыластарын жеңе отырып, қазақ ордасының 6-шы ханы ретінде билікке келді. Осылайша Момыштың кенеттен өлімі екінші бір төренің бағын жағып, оны бүкіл хандықтың билігіне жеткізді. Қасым артынша Момыштың қазасы Моғолстанға, Мәскеу мен Шайбани мемлекетіне жетті. Талайсыз Тахирдің басына кенеттен қонған бақ оның жүрегін қуандырғанымен ұйқысынан айырды. Себебі мемлекеттер арасында ара салмақ әп-сәтте өзгеріп шыға келді. Қазақтар енді жаулап алушы емес, өз тәуелсіздік үшін күресуге мәжбүр болды. Тахирдің ішкі істерден бөлек батыстан келіп жатқан қаптаған ноғайлармен сыйыса алмауы оның дипломатиялық қабілетін айқындап берді. Ол да ағасы Момыш көрген ащы жеңілістің кермек дәмін татты. Әшейінде бастары бірге қоймайтын ноғайдың Жаңбыршы мен Мұса мырзалардың ұрпақтары Қасым хан өлісімен ауыз жаласа қалмасы бар ма? Басты мақсаты жұдырықтай жұмылып, қазақ ордасында болып жатқан аласапыран жағдайды тиімді пайдаланып қалу. Қалайда бір кездері уыстан шығып кеткен Торғай даласына дейінгі аумақты ноғай жайылымына айналдыру. Алайда әр мырзаның өз ішкі есебі болды. Мысалы, Сайд Ахмет деген мырза сарайшықта хан тағына қонжиғысы келді. Шейх Мамай қапысын тауып, оның көзін жоюды ойластырды. Бірақ олар әзірге одақтастар. Қасым хан билігінің соңғы жылдарында саны миллионнан асып жығылған қазақтар саны күрт кеміп кетті. Оған Тахирдің тирандық саясаты қатты әсер етті. Оның қарауында бар болғаны 400 мыңға жуық халық қалды. Тахир хан билікке келген жылдары ноғайлардың батыс бөлігі үлкен толқу үстінде болатын. Саяси тепе-теңдік бұзылды. Қазақ сұлтандарына іштей тіс қайрап жүрген Қырым билеушілері енді қауіпті қарсыласқа айналды. Еділ мен Дон аралығында Қырым ханның бұйрығын екі етпейтін ноғай мырзалары көбейді. Қазан тағында Мехмет Керейдің інісі Сахиб Керей отырды. Одан қалды Қырым әскерлері 2 күннің бірінде орыс мұшықтарының слободаларын өртеп, Мәскеудің мазасын алумен болды. Ол аздай ноғайлардың батыс бөлігі іс жүзінде Қырым ханның дәргейіне бас ұрды. Осындай жеңістерге масаттанған Қырым билеушісі Мехмет Керей Астраханьды бағындыруды ойластыра бастады. Бұл жорыққа олжа іздеген ноғай мырзалары Әгіш пен Мамай көмекке келісті. Алайда Астрахан үшін айтарлықтай соғыс болмады. Астрахан жері де Қырым ханның қолына өтті. Міне, дәл осы уақыттары Қырым өз дамуының шырқау шыңына жеткен болатын. Хандықтың құрамына Қырым түбегі, оңтүстік русдаллары, Азов аймағы мен Дербенттің солтүстік бөлігі, Ноғайдың батыс аймағы, Қазан мен Астрахан хандығы, Дон мен Еділ аралығы кірді. Мұның бәріне Қасым ханның өліп, қазақ билеушілерінің Еділ бойынан кетуі тікелей ықпал етті. Бір кездері қызметіне кіріп, қол жинап, жорыққа бірге шығып жүрген ноғай мырзалары енді Мехмет Керейдің бұлай қатты күшейіп кетуінен үрейлене бастады. Жарты әлемді уысында ұстағандай Қырым ханы ноғайларға әмірін жүргізуі ноғай мырзаларына ұнай қоймады. Бірақ Мехмет Керейге қарсы тұрарлық ноғайларда әскери күш болмады. Мұның бетін алудың жалғыз жолы
бас ханның көзін жою деп шешкен мырзалар бұл қылмысты Орақ батырға тапсырды. Батыр бұл істі мүлтіксіз орындап шықты. Сонымен момыштың артынан бірнеше айдан соң Қырым ханы Мехмет Керей де дәл осы Орақ батырдың қолынан о дүниеге аттанды. Бұл үшін Мәскеу Ноғай мырзаларына, әсіресе Орақ батырға шексіз қарыздар. Себебі Мехмет Керей тірі болғанда Мәскеуді басына талай рет қауіп төндірер еді. Ол Алтын Орданың қуаттылығын қайта қалпына келтіруге ұмтылыс жасаған соңғы билеушілердің бірі болатын. Дәл осы Мехмет Керей мен қазақтың Хақназар ханның өлімдері тым ұқсас. Оны уақыты келгенде айтатын боламыз. Ал кеше ғана Қырым ханын өлтірген ноғайлық Орақ батырды тағы бір кісі өлтіру тапсырмасы күтіп тұрған еді.